сабақтың тақырыбы скважина өнімін жинау қондырғысын автоматтандыру жүйесі. Бұл нақты жағдайларға байланысты барлығымызға да белгілі, кез келген кен орнында осы мұнай мен газды жинау жүйесінде ұңғы өнімдерін өлшеу үшін әртүрлі автоматтандырылған қондырғыларды қолданылатынын білеміз. Оларға топтасқан өлшеу қондырғылары, автоматтандырылған топтық қондырғылар, автоматтандырылған топтық өлшеу қондырғылары, яғни спутник түріндегі блокты автоматтандырылған өлшеу қондырғылары жатады десек болады. Қазіргі кезде көбіне біз әр сабақта айтамыз, мұнай кен орындарын, яғни скважина өнімдерін өлшеуге арналған автоматты түрлі қондырғыларды қолданамыз деп. Олар спутник деген қондырғылар А спутнигі, Б спутнигі және В спутнигі. Бұл спутниктерді көбіне өндірістерде кеңінен қолданады десек болады. Олардың жұмыс принциптерінің барлығы бірдей, бірақ дей тұра қондырғылар бір-бірінен келесідей көрсеткіштер бойынша ерекшеленеді десек болады. Жұмыс олар қандай немен ерекшеленеді? Жұмыс қысымымен, яғни бұның ерекшеленетін параметрлерін айтсақ болады. Қосылатын сол скважинаның санымен, яғни бір неге автоматты топтасқан өлшеу қондырғысына 14 скважина қосылады деп мен сіздерге айттым. Олар барлығын бір уақытта өлшеу қосу мүмкін емес, сондықтан да олар кезек-кезек берілген бағдарлама бойынша жұмыс жасайды деп айтатынбыз. Ұңғылардың, яғни скважиналардың максималды өлшенетін шығымымен, яғни ерекшеленеді, және өлшенетін параметрлердің санымен, және қолданатын жабдықтармен, осы аспаптардың жинақтылығымен. Спутник түріндегі, яғни қондырғылардың басты айырмашылықтарын ерекшелігін тоқталатын болсақ, бұлар блокты жасалады және жинақталды түрде, яғни жеткізіледі сол кен орындарға. Бұл олардың, яғни индустриалдық әдістерімен жөндеп қарастыруына, яғни үлкен мүмкіндік береді десек болады. Қондырғылар екі жабдықтан тұрады, қыздыру блогынан тұрады және технологиялық және аппараттық блоктардан тұрады деуге болады. Мынау алдарыңызда беріліп тұрған схемада бұл А спутнигі. Бұл спутник, яғни осы өлшеу қондырғысы скважиналарды өлшеуге автоматты түрде қосуға, сонымен қатар спутникке осы қосылған скважина шығымын автоматты түрде өлшеу үшін және сұйықты беру шамасына қарай осы скважинаның жұмысын қадағалауға, бақылауға және апаттық жағдайлар болған кезде осы скважинаны автоматты түрде ажыратуға арналған деуге болады. Бұл спутник қондырғысы, яғни автоматты түрде жаңа айттым, скважиналарға қосуға, осыларды ажыратуға арналған, автоматты түрде бақылауға және сонымен қатар сол скважинаны қадағалауға. Бұл спутник қондырғысы жаңа АГЗУ деген қондырғы, айтып отырғам соның ішінде орналасқан, яғни бұны қолмен де жаңағы, яғни кез келген оператордың өзіне берілген жұмысы бойынша әртүрлі скважиналарды жаңағыдай қызмет етеді, немесе автоматты түрде жаңағыдай диспетчер пультпен басқара алады. Бұл спутник алдарыңызда тұрғандай қандай неден тұрады? Жалпы сұлбасына тоқталатын болсақ, әр скважина өнімді шығару желісі бірінші тұрған, екінші кері клапан, үшіншісі мына көп жүрісті скважиналарды қосқыш деп айтуға болады, төртінші осы скважинаның роторлық қосқышының, яғни ауыстырғышының жылжымалы кареткасы деп айтылады, қорабы деп те айтылады. Бесіншісі бұл скважинаға арналған жаңа өлшегіш келте құбыр, мына 5А деп тұрғанымыз жинау коллекторы, яғни құбыр. Алтыншы тұрғанымыз гидроциклонды, яғни қалқымалы деңгей. Алтынымыз гидроциклонды айырғыш, жетінші яғни тосқауыл жапқыш, яғни заслонка деп айтылады. Сегізінші турбиналы есептегіш, тоғызыншы мына тұрған қалқымалы деңгей реттегішіміз, оныншы электр қозғалтқыш болса, 11-ші мына жерде гидрожетек. 12-міз күш цилиндрде, 13 ажыратқыш отсекательде. Яғни бұл А спутнигі жаңа айтып кеттім, екі блоктан тұрады дедім, өлшеу қосқыштан және жергілікті автоматика блогынан. Ж, А, Б дегеніміз мына осы. Және бұл жерде скважинаның өлшенген шығымы автоматты түрде тіркеледі және ұңғыларды осы өлшеуге автоматты түрде қосылып отырады.
А спутнигі белгілегі бір уақыт аралығында, яғни ұңғыларды өлшеуге, скважиналар деп айтқанымыз ұңғылар, скважиналар деп айта береміз, өлшеуге кезек-кезегімен, яғни қосылуын қамтамасыз етіп тұратын берілген бағдарлама бойынша жұмыс жасайтын қондырғы. Осы скважиналарды өлшеу ұзақтығын жергілікті автоматика блогындағы орнатылған уақыт релесінің, яғни көмегімен анықтаймыз. Барлық скважиналар өнімі келген осы шығару желісі арқылы бірінші тұрған көп жүрісті мына үшінші қосқышқа келіп түседі де, осы қосқыштың роторлы кареткасының, яғни әрбір секторлары бар. Сол секторлы бұрылысы қосылған скважиналардың бірінің өнімін өлшеу құбыршасы арқылы мына бесінші тұрған гидроциклонды айрықшқа келіп түседі. Сол гидроциклонда 6-шы айрықшқа келіп түсуін бұл қамтамасыз етіп тұрады. Бұл уақытта қалған скважиналардан келген өнімдер 5А деген жинау коллекторы арқылы, жинау коллекторына, осы 5А коллекторы арқылы жинау коллекторына қарай өте береді. Гидроциклон жаңа айрықшта газ сұйықтықтан бөлінеді де, өлшеуге қосылған, яғни скважиналардың, яғни сұйықтарының көлемі гидроциклонды айрықшың жаңа технология сыйымдылығындағы сұйықтар бар ғой, солардың деңгейінен жоғары орнатылған турбинді есептегіш арқылы айрықшқа жиналған сұйықтарды қысқа уақытқа өткізу жолымен өткізіп жібереді. Осы айрықштың төменгі жағында берілген жаңадай деңгейге дейінгі сұйықтардың жиналуы және оны төменге дейінгі шығару шаралары бар. Жаңа қалқымалы деңгей реттегіш бар, 9-шы тұрған, және газды желідегі тосқалу жапқыш бар, яғни заслонка деген, осының көмегі арқылы жүзеге асырылады. Жоғары деңгейге дейін жаңа қалқыманың жүзуі газды линияның жабылуына және артынша жаңа айрықштың қысымының ұлғаюына, яғни өсуіне әкеледі. Осы кезде соның нәтижесінде айрықштағы сұйық турбинді есептегіш жаңа айтылған 8 арқылы ығыстырылып шығарылады. Бұл жерде жаңа қалқыма, яғни үйде мысалы туалетный бачок бар, сол туалетный бачокта тұрған мысалға поплавок деп айтамыз. Сол сияқты қалқыма төменгі берілген деңгейге жеткен кезде жаңағы 7-ші тосқауыл жапқыш ашылады да, осы айрығыштағы және коллектордағы қысым теңеседі және сұйықты бастыру, яғни бастыруымыз тоқтайды. Сол кезде сұйықтардың жиналу уақыты және олардың есептегіш арқылы өту саны осы скважиналардың өлшену шығымына байланысты болады десек болады. Скважина шығымын жергілікті автоматика блогындағы жаңағы жеке көрсеткіштердегі турбинді есептегіштен өткен сұйықтарды жиналған көлемін, яғни метр куб деп тіркеу жолымен анықтауға болады. Бұл жерде келесі жаңағы скважина қосқыш кареткасы 4-ші тұрған кезекті жағдайға бұратын жаңа электр қозғалтқыштың 19-ші электр қозғалтқыштың және 11-ші гидрожетектің, сонымен қатар 12-ші күш цилиндрдің көмегі арқылы осы жерде жергілікті автоматика блогының командасы бойынша өлшеуге қосылады. Бұл жерде турбинді манағы 8-ші тұрған есептегіште, сонымен қатар скважинаның өнім бергіштігіне кезекті бақылау жасап отырады. Сонымен қатар егер бақылаудағы скважина сұйық бермей қалатын болса, онда бұл жерде жергілікті автоматика блогы, яғни телемеханика жүйесіне апаттық дабыл береді, яғни қоңырау шалынады. Сол кезде коллектордағы қысым артып кеткен кезде немесе оның бір жері бұзылған жағдайда барлық скважиналардың апаттық оқшаулау бөліп тастағыштардың, яғни отсекательдердің көмегі арқылы жүзеге асырылады. Бұл жерде жаңа айтып кеткендей, мінекей көріп тұрғаныңыздай А спутнигінің көмегімен біз немесе А болсын, Б болсын, В болсын спутник көмегімен біз әр скважинаның несін жеке-жеке өлшейміз. А спутнигінің көмегі өндірісте көп қолданады. Б спутнигінің кемшіліктері бар, қазір айтам оны. А спутнигінің кемшіліктері бар. Б спутнигі жетілдірілген. Бұл жерде себебі оны айтатын себебіміз жаңағыдай ылғалды, влаганы анықтай алатын осы Б спутнигіне қондырғаны, осындай қондырғы жаңа орналасқан, бірақ дей тұра көбіне А спутнигін қолданамыз. Себебі бұл қысымы жоғары және бұның жаңа производительность, өнім бергіштігі жоғары, немесе жаңағыдай апаттық жағдайларда жаңа айтып кеткендей, ол бұзылғаннан кейін автомат түрде келесі неге қосыла алады өздігінен дегендей жұмыстарды атқарады. Сондықтан да көбіне өндірісте А спутник қолданады. Жаңа А спутнигіне осы А спутнигін
негізі автомат топтасқан өлшеу қондырғылары 14 скважинаға қызмет етеді. Бір скважинаны ғана берілген жаңа бағдарлама бойынша жұмыс істейді деп айттым. Яғни бір скважинаны өлшеуге қолмен қосқан жағдайда гидрожетектен ажыратады, яғни оны себебі гидрожетекті кетерде қосып кетеді, оны жаңағыдай пульт басқарып отқан оператор, яғни диспетчер деп айтылама, диспетчер деп айтуға болмайды, бірақ соны атқаратын оператор, пульттың операторы деп айтады. Солар жаңағыдай автомат түрде кезек-кезегімен өлшеген нені бақылап, параметрлерді, яғни технология режимдерді солай қарап отырады да, ал қолмен қосқан кезде жаңа бір скважина қосады да, қалған скважинадан келіп жатқан өнімдер, жаңа айтып кеттім, жинау коллекторына кете бастайды. Мына тұрған мінекей 5-6 деген суретте тұрған мынау екі сыйымдықты сепаратор. Осы екі сыйымдықты сепараторға бір скважинадан қосқан кезде төменнен келген жаңағы өнім, мұнай мен газ осы айырғыштың жоғарғы бөлігінде, яғни газ бөлінеді, ол бөлінген газ жаңағыдай неге кете береді. Басында жаңағыдай айттым, көрсеткіштері бар екеуінің де, жаңағы несі манометрі менен, онан кейін жаңағы газдан бөлінгеннен кейін төменгі жағына сырғып жаңағы не түсе бастайды. Мұнайымыз, сұйығымыз деп айтуға себебі оның ішінде бұл суланған мұнай болуы мүмкін, немесе суланбаған мұнай болуы мүмкін, сондықтан мұны жидкость немесе сұйық деп айтамыз. Бұл жерге түскеннен кейін жаңағы жоғарыдан поплавок төмен қарай түседі. Поплавок төмен қарай түскеннен кейін барып жоғарғы жағында, уже сепаратордың жоғарғы жағында уже бізде қысым пайда болады. Сол кезде екеуі мына жерде теңеседі, заслонканың көмегімен ашылып, екеуінің басында да көрсеткіштері бар. Мына РР-ға келеді регулятор расходы, содан кейін барып жаңағы мұнай мен газ екеуі қайтадан бірігіп, яғни сығылған сорапты станцияға, немесе басқа әр жерде әртүрлі нелер жаңағыдай технология схема бойынша, мысалға жаңа жол кен орнында осылай сығылған сорапты станцияға барады. Ол жерде бірнеше сепараторлар орналасқан, яғни бірнеше ағзудан келетін өнім, яғни ол жерде мұнайдан газ бірінші первичный сепарация деп айтады, мұнайдан жаңа сұйықтан, яғни газ бөлінеді, одан әрмен қарай жаңағы газ өңдеу зауытына барып, сол жерде қайтадан жаңағы УПН деп айтады, установка подготовки нефти, соларға барып жаңағы газдан құрғатып халық шаруашылығына, яғни құрамындағы улы газдардан бөліп халық шаруашылығына береді. Ал біз мұнайды дайындау қондырғысына барғаннан кейін барып, мұнайды өңдеу зауытына біздерде жоқ, сондықтан да басқа қалаға қарай тасымалданады. Ал енді мына жерде аспутниктің кемшілігін айтып кетсем, бұл гидроциклонды айырғышта, яғни мұнайдың яғни газдан нашар бөлуіне байланысты. Яғни есептегіштерге, жаңа айтып кеттім, екеуінің басында да, мына екі гидроциклонды екі сепаратордың басында да жаңағыдай есептегіштер тұр. Осы есептегіштерге сұйықтармен бірге газ көбіктері де түседі. Осының әсерінен, яғни турбиналы, банағы айтып отқан турбиналы счетчик, осы турбинді есептегіштен өтетін мұнайдың шығынын өлшеу дәлдігі жоғары болмайды. Мінекей жаңағы оператор, пульт управлениенің, пультпен басқару операторының жаңағыдай технологиялық режимдерді қарап бақылап отырған оператордың жұмыс орны. Жаңа айтып кеттім, мынау В спутник және В спутнигден. В спутнигі бұл А спутнигі сияқты, жаңа айтып кеткендей, әр скважинаның берілген бағдарлама бойынша жұмыс жасайды. Сондай өлшеуге автомат түрде қосып, бұның бір несі бөлектігі тек қана еркін газдың шығымын автоматты өлшеуге арналған қондырғы. Ал В спутнигі, мінекей жаңағыдай айтып кетейін, операторлардың жаңа технологиялық режимді қарап отырған. Мына В спутнигі, бұл да А спутнигі сияқты жоғарыда айтылғандай, сондай қондырғылар сияқты скважиналарды берілген бағдарлама бойынша өлшеуге автоматты түрде қосуға және скважинаның шығымын автоматты өлшеуге арналған. Дегенмен де бұл жаңа айтып кеттім, А спутнигіне, В спутнигіне қарағанда бұл жерде мына көріп тұрғандарыңдай, бұнда жаңағыдай водомер деген қондырғы бар. Осы әр скважинадан келген өнімнің құрамындағы жаңа біз айтып отыр,
сұйық және газ деп отырық. Газ бөлекте, сұйық деп отырғанымыз бұл суланған мұнай. Яғни суланған мұнайдың қанша мұнайдың құрамында судың мөлшерін анықтай алатындай водомер деген қондырғы орналасқан. Осылай біз автоматты түрде әр скважинаның өнімін жеке-жеке қолмен де өлшеп, немесе жаңағыдай пульт операторы бар, яғни пульт управление, пультпен басқару операторы көмегімен әр скважинаның өнімін жеке-жеке өлшей аламыз. Бұл бана пультте отырған оператордың көбіне нені білуге тиіс, яғни біз жұмысқа алған кезде бізді жұмыс беруші сол мамандардың кез келген кен орнының, яғни өз ісін маманын ғана 18-ге толған, жаңаға өзіне тиісті инструктаждан өткен, көбіне қазір жұмысқа орналасқанда барлығымызға да белгілі, жаңағы бұрын осы жұмыспен айналысқан өз маманын иесін алады. Яғни олар кез келген кен орнының геологиялық сипаттамасы деген сияқты, немесе жаңағы кез келген кен орнының қандай жыныстардан тұратын деген сияқты, себебі ол жерде бұзылады, өңделеді деген сияқты қандай қызметтер, қандай апаттық жағдайларды сол оператор өңдей білу керек. Жұмысты тоқтатпау керек, соның барлығын білу керек. Сонымен қатар сол мұнай және газ конденсатын өндірудің, яғни технологиялық процесін міндетті түрде білу керек. Және скважиналарды игеру және мұнай мен газды өндірудің қарқынды әдістерін міндетті түрде білуге тиіс. Сосын тағы білу керек оларға жер асты және жер үсті жабдықтарының мақсатын, сипаттамасын, және скважиналарды күрделі және жер астында жөндеу түрлерін білу керек, және осы скважиналарды зерттеу әдістерін білу керек. Мұнай мен газды және газ конденсатын жинау, тасымалдау жолдарын міндетті түрде білу керек.